6 қыркүйекте Қазақстанда болған тарихи оқиғалар. 1925 жылы Таң журналында Әлихан Бөкейханов жасаған Қобыланды жырының бірінші зерттеулерінің нәтижесі жарияланды. 1927 жылы Оралда әйгілі өнер зерттеушісі, Қазақстанның халық әртісі Александр Затаевич ұйымдастырған алғашқы қазақ музыкасының кеші болып өтті. 1985 жылы Екібастұз қаласында орналасқан Богатырь көмір разрезі әлемдегі ең ірі разрез ретінде Гиннестің рекордтар кітабына енді. 1997 жылы алғаш рет қазақша күрестен әлем чемпионаты өтті. 2006 жылы Мәскеудегі Пушкин кинотеатрында қазақстандық көшпенділер фильмінің премьерасы өтті.